жатқанда да әңгіме қылып келдік ініміз екеуміз. Жалпы біз қиын қалдымыз ғой. Жалпы қазақ, кездеру қазақтың жағдайы қиын. Өте мүшкіл жағдайдамыз. Себебі біздің еліміздің сорына, ұлтымыздың сорына тоғышар адамдар билікке келді. Егер дұрыс ел болса, Қытайды жылатып қоймасақ, онда қазақ бауырларымыз жан-жақта. Мемлекет басшысы жалпы сол ұстанған саясатта осындай боргемік, ынжық, үндемейтін болғаннан, болмаса сұрау бар ғой олықта. Мына орыстардың өзінде русский мир деген бар. Жалпы өркениетті елдерде олар сол мұң-мұңда шетте жүрген отандастар дейді, соотечественники дейді. Бізде сол жоқ. Шетке шыққан сол Қытайдан өлім жазасына кесілген қызға да жалпы жазушы саласында жүргеннен кейін мен осы Серікжанмен танысуым да қызық болды. Осы бір неде отырғанда өжеңдеп біреулер келіп, сол 9 март күні ма 3-4 жылдықта егзат сол артынан ертеңіне баспасөз мәслихатын өткіземін деп оған дайындалып баратын болып үйіп деген гостиница, оны қамап алып кетті түнде. Енді алдында көрем, ана бізден жоғарғы этажда болды, сол этажда отырамын ғой мен. Сол зданияда, сол ғимаратта. Қазақтың мұңдаған адам қазаққа дұшпан болмайды деп мен осы кереке сізге сұхбат бердім. Жалпы қазақтың мұңдаған адам шпион деп бірдеңе деп атқандарға айтқаным еді сол кезде. Қазақта әр замандарда бір ұлдары болған өзі, тұлғалар. Ана Махамбет сияқты басын берген. Кенесары секілді. Осы батырлардың соңын мен білгенде осы Оспан Батыр. Айтып отырсыз ғой, ол тыныш жүрген, шаруашылығымен жүрген адам, елдің ұйтқысы болған ақытқа ұсталған кезде басы түсінбей қалып, содан ол кірісіп кеткен. Болмаса бір сауатты ел бастаған көсем адам емес екен Оспан Батыр. Ана елдің ызасы, сол қабырғасы қайысып келемей. Енді алдында мына жігіттер айтқан, біз осындай бір ойымыз бар деп, тілек, мына бекзаттар. Біз тілекші боламыз жақсы нәрсеге. Ұйым құрып жатса, партия құрып жатса, біз қашанғы мешеу болып жүреміз. Біз қоғамда бола алмадық. Біз қауым, рулық деңгейде қалып қойдық. Біздің қалам ұстаған интеллигенция, мынандай бір медальға, бірдеңеге, атаққа, соған басырып. Жаңа айтып отырсыздар ғой, Америкадағы жазушы деп. Мен оны өте трайбалист санаймын. Атақтың құлы ол. Ол бір қазақтың мүддесі үшін кеткен жоқ. Баласы ана Прагада жүріп, сол үшін кетті. Азаттық радиосында. Жалпы бізде, біз сол қауымдық деңгейде қалып қойдық қой. Оны алға сөйлеу үшін мына заманда өркениетті елдерге қатарына қосылу үшін озық азаматтарға мүмкіндік туғызуға жағдай жасау ем болмады. Біз қайтеміз, біз аяқтан шаламыз. Бетіне күліп артынан тас атамыз. Және солай болып келе жатырмыз. Біз көре алмаймыз біреуді. Кеше біздің ауылдарға бардық деп жігіттер айтып отыр, ата жұртта. Қуанып отырмын, ауылда бір азаматтар солай ғой, тамыр жаю керек. Жер-жерде өзінің үндес, постайтын, пікірлестер жинау керек. Бұрында Алаштың заманында да солай болған. Отыз 35 жыл бір адамға құл болды. Менің балаларым да осындай заманда күн кешкен немерлерін қаламаймын. Жақсы. Біз қандай елміз? Біз экономикалық, ғылыми, мәдени, барлық жағынан мықты потенциал бар елміз. Тек қана жаңағы қанағатсыз адамдардың құрған жүйесінің құрбаны болып отырмыз. Егер біздің ел мықты болса, ана жұдырықтай Израиль, кішкентай біздің бір аудан сияқты. Бүкіл әлемге бір жерде біреудің мүйізі сырқыраса, соның тұрған болып отыр. Біз мынадай үлкен ел
қадамдарыңа, қол қылған істеріңе деке тілекшіміз. Осы ана Зұлмат деген кітапты да шығардық қой. Жалпы бір халыққа тарату керек, ол арғы бет, бергі бет деп бөлуге болмайды. Өйткені біз, мана айттым ғой, кездурылық дейміз. Осы бөліну дегенді қою керек. Bir organizm болуымыз керек қой, бір ағза. Жақсы күндерді көргім келеді, тілекшіміз. Аман болайық.